жоңғар, қалмақ, ойраттар қазаққа жау емес. Ол былай тұрсын, біз қалмақтармен бірігіп, бір мемлекет құрудан бір қадамда болғанбыз. Бізге бала кезден қалмақтарды ең жаман ата жауымыз етіп көрсетеді. Шындығында да біз олармен біраз қырылысып соғысқанбыз. Қазақ қалмақты, қалмақ қазақты әжептәуір талқандаған. Бірақ қой өмір бойы қасқырдан қорқып еді. Ақырында оны малшы жеді демекші, біз бұл мәселені толық көріп тұрған жоқпыз. Біздің қаншама батыр, би, хандарымыздың әйелдері мен аналары қалмақ қыздары болған. Кезінде біз оларды нағашы жұрт деп те атағанбыз. Қазақстанда қазірдің өзінде бұрыннан қалмақтар мекен ететін қалмақ аттарымен аталған ауылдар да бар. Тілдеріміз де бір Алтай отбасына жатады. Қазаққа қалмақ тілін, қалмаққа қазақ тілін үйрену оңай. Қысқасы, тарихтың басым бөлігінде біз бейбіт өмір сүргенбіз. Бір уақытта тіпті бір мемлекет болып қосылуға дайындалып жатқанбыз. Сәл ғана қалған еді. Бірақ бұндай мықты екі халықтың бірігуі Ресей мен Қытай үшін ең қорқынышты жағдай болды. Сондықтан олар өзара келісіп, арамызға іріткі салып, соғыстырып қоюды шешті. Осындай айламен екі халықты да талқандап, ақырында 1864 жылы Шәуешек келісімі бойынша қазақ пен қалмақ жерлерін Қытай мен Ресей өзара бөліп алады. Дәл сол уақытта Қытай қазағы, Ресей қазағы деген ұғым қалыптасады. Ал қазіргі қалмақ республикасының жағдайын қарасақ, олардың бізге ренжитін себебі көбірек секілді.